The night is calm, the moon shines bright. Your hands in mine, everything's right. Every whisper draws me near. With you, I feel no fear. Ерке қалайсыз? Let groove hold me tight. Every touch feels so right. Лайк басып отырайық. Every glance, every sky. Moonlit groove, our own. Саламатсыздар, қалайсыз? Ау, Айдош, қалайсың? Сіздің күніге эфиріңіз көре беріп өзгеретін болдық қой. Өзгересіздер, дұрыс айтасыз. Өсекті ести беріп те, сіз туралы өсек ести беріп те жаман болып кетесіз. Жақсы нәрсе естісеңіз де жақсы болып кетесіз. Жаман нәрсе естісеңіз де жаман болып кетесіз деген сияқты ғой. Последний қайнеңізді көрдім, айтайын бар елсіңізді. Давай. Измена бар ғой. Енді екеуміз измена жасады ғой. Соған мен айтасыз ғой, жіберіп алмаңдар, зачем? Оларға жіберіп, бәрібір жаңағы ол жерің мемоакиста не болып кетеді деген сияқты жатсыз ғой. Соны естідім, соны көрдім, в общем. Енді білмеймін ше, өзімнің состояниеммен енді ол адамды қайтаруға бола ма, болмай ма, білмеймін, бірақ как деген не болады да, сұрақ болады да өзімде ше. Ладно, хуй болсын, андай болсын да, короче. Қайта катастрофа болсын, бірақ қалай? Жаман сөйлемейміз, е? Қайтпайтын. Иә, болды. Кешіріңіз. Катастрофа болсын, но қалай бірінші байланысу керек қой, енді мысалы сенен кетіп қалған, саған суып кеткен адамды бірінші байланысып арқылы не қыласың ғой? Қанша бала бар? 3. Ой, ол байланыс, сендерде байланыс үзілмейді ғой ше. Сендерді Алла байлап қойған. Әйел жоқ қой, главное, тоқташы. Или әйел бар ма? Күйеуімнің ба? Кетіп қалған ба? Әйелі жоқ, конечно. Жоқ болса қайтарып болады. Қайтаруға болады? Конечно. Қалай? Иә, қазір мен саған айтып берейін осы жерде эфирда, қазір, иә? Мен айтып беремін, Айдош, ештеңке емес айтып беремін, жаны сол. Просто бір нәрсе сұрақ, не істейсің ол еркекті? Саған керек, сені керек қылмаған деп отырсыз ба? Жоқ, мен ондай сұрақ қойған жоқпын, ойыңдағы нәрсені айтып бердім. Өткенде сіз басқа сұрақ қойғансыз, білем. Қазір өткенде мен сізбен де байланысқам, осы мен 3-ші байланысым деп айтайыншы. Уже өзгеріп, көніге сіздікін оқиын, былайынан оқиын. Короче, мен өзімді тануым керекпін да. И сол мақыл өзіңді өзгертіп болғаннан кейін барып, ол жерде болып жатқан ситуациядан өзіңді алып шығуды қалай не қылу керектігін бәрін андай қылып да енді. Қалай алып шығасыз сен? Сіз бүйтіп айтқансыз өткенде. Ол сұрақты да мен қойғамда, өткенде сіз бүйтіп айтқансыз. Мен ол кезде менде ондай ой болған жоқ жаңағы. Күйеуім маған керек. Не үшін дедіңіз ғой сіз маған, білесіз ба өткенде? Не үшін керек саған? Бала үшін деп ем. Бала үшін ғана керек па? Зачем онда саған күйеу дедіңіз? Рас. Вот мен осы жердегі сұрақтың несін сол кезде түсінбегем. Біліп тұрмын ғой сіздің не мақсатта айтып тұрғаныңызды сол кезде. Бірақ ол кезде сіз ол кезде сол нәрсені мен түсінбедім ғой, вот именно. Сол кезде түсінбедіңіз, не үшін мен олай қойдым? Иә, ол кезде түсінбедім. Дәл қазір мен оны түсініп тұрмын. Видеодан кейін түсінің ба? Одан кейін қанша күн өтіп кетті ғой, ол бір апта бұрын ба, 3-4 күн бұрын ба деп айтайыншы. Еще мен сіздің мына неңіздің бәрін көріп отырамын.
прямойыңызды да көріп отырамын, рилстарыңызды да көріп отырамын. Лайк Білмеймін, басып ана отырайықшы, лайк, қыздар, қазір мен қосамын. психологтардың арасында, білмеймін, өзіңіз мойындадым деп айтайын ба, қайтып айтайын. Рахмет, жаным сол, рахмет айналайын. Жоқ, шынымен мойындадым, шынымен. И енді Сен сосын бір терапияға психолог бар тағы. сен терапияға келсей, менімен Тағы дос бір боласың ғой. біліп тұрмын ол жағын. Тағы бір психолог бар да, ол психолог аты жөнін білмеймін, бірақ ол как всегда бір уақытта кіреді, ол да тоже обедте кіреді, еркек кісі да, ол кісі де. Мен де бір уақытта кіргім келеді, просто мен айтамын. Тура сіз сияқты ол да ше. Оған да осындай әйелдер, бір әйелді, күніге бір-ақ әйелді қабылдайды ол. Бір әйел немесе сол өзінің уақытына түскен адамды қабылдайды да, короче. Оның да мақсаты деп айтайын ба, или психологиялық түсіндіру деп айтайын ба, тура сізгіндей. Құндылығы. Құндылығы деп айтайын ба. Сөйтіп, енді қазір мен түсініп жатырмын да, то, что маған күйеу бала шында емес, жаңағы, не дейді? Жалпы керекті. Жалпы маған қасыма күйеу ретінде. Бәрібір сен күйеу іздейсің ертең. Бәрібір сен, может, сен өмірде күйеу іздемейтін. Ол өзі болады, күйеу іздемейтін қатындар болады, мысалы. Анау бар ғой, жаңа изменада бір кеткеннен жоқ болып кететін қатындар болады. Мен өзімді предать не алмаймын деп ше. Ондай емеспін да, короче. Енді ол әйелдердің неғымай-ақ қойды, енді олардың мама-папалары четкий ғой, олар өздерін Иә. Енді мен өзім... Лайк басып отырайықшы, қыздар, лайк бассақ, бұдан көп адам кіреді. Қазір отырайықшы, Айдош. Қыздар, атсалысып отырайықшы, 150 адам, сіздерден өтініш. Мен сізден ақша сұрап отқан жоқпын, не қылып жатқан жоқпын, осы сіздерге пайдалы болайын. Просто лайк ретінде не қылсаңыздар, басқа адамдардың көруіне себепші боламыз, қыздар еке. Пожалуйста, бір 100-ден тасақ басып отырсаңыздар болды, артық көп сұралмаймын, айта ғой, Айдош. Рахмет, Мейрам. Сыртымнан көріп деп отқан шығар деймін да. Осыны емді. Қайын сіңгілдерім. Сізбен прямойда отқанымды сыртымнан да. То, что көрмесін деп тілейін енді, бірақ. Не болыпты көрсе? Ағасын сағынып өліп тұрған не, жаман ба не? Ондай ақ овчарка деп айтады. Овчарка қайынсіңілі қайнап келер дейді. Мамалардың доклад жасап отыратын. Енді сол бір сұрағым болып тұр ғой. Қалай байланысуға болады? Қалай не қылуға болады? Байланыс бар, білем, бірақ қалай айтам? Балам үшін байланысу. Сен оны не қыласың қайтарып, сен оны өмірін қайттан құртасың ғой. Қалай құртылды өмір, тура солай ғой. Сен бірінші білім ал өзіңмен, оны қайтармай жатып. Саған қазір ол еркек керек емес, сен қазір өзің керексің. Ол рас енді. Күштің, шеріңді емдемей, сол қанаған, іріңдеген жеріңмен барып, сасып, бықсып барып, қосыла салайын деп тұрсың ба күйеуіңмен? Жоқ. Сіз мен қазірше оның алдында айттым ғой, бірақ трансформациядан өтіп жатырмын деп айтсам болады. Оның алдында бұл милар жоқ деп айтайын мен. Мида даже трансформация болдыңыз. Даже қалай айтайын? Мысалы, мен спасательдің рөлінде болғам. До этого сол үйде болған кезде спасательдің рөлінде болғам. Типа бәріне көмектескім келеді, өзімді ұмытып кеткем да, короче, өзімді ұмытып кеткем. Көмектесем, анау көмек сұрайды, мынау көмек сұрайды, күйеуің айтады, мынандай, бәрінің өзімді ұмытып кеткем ең соңында. Ең соңында өзін ұмытып кеткен әйел. Лайк басып отырайықшы, лайк. Қазір мен түрімді көрсетем, қыздар, қазір қосам. Ақыл соңында қашып құтылады. Тура сол болғам, мысалы мен. Ал данный момент, осы дәл қазіргі миыммен, мен дәл спасатель рөлінде болмаса едім. Даже ешкімге көмектескім де келмес еді. Сәлемет пе дейді, сәлемет пе қыздар. Даже өз ақылымды біреуге айтпаса едім. Өзімдікі. Айтам керек жерінде, и то мені сыйлайтын адам ретінде, и мені не қылатын жерде.
ақылыңды айтасың, ертесіне мені ұрсып, сені төмен түсіріп, ертесіне тағы татуласып кетіп, қайтып ұрсып, одан кейін тағы татуласып. Ондай жерде ондай адамға айтпас едім да. Мен вот именно сондай адамдарға айтып, сондай адамдармен осы уақытқа шейін связдасып келдім десем болады. Енді сол менің бір темам. И маған осы эфирден бір не жазды да, короче. Қыз екеуміз сөйлескен неден. Ол айтып жатыр да өзінің несін. Короче, мен күйеуіммен ажырасып кеттім дейді, и 1,5 жылда қосылдым дейді, и күйеуіме өзім байланыс жасағам дейді да, баламды не қылғам дейді. На самом деле маған күйеу керек болды дейді да. И балдарымды ортаға тығып, байланысып, сөйтіп қайтадан өзіме қаратып, уже қулыққа бастым дейді да. В общем, қай кезде қалай не қылу керек екенін, қалай жасау керек екенін, оған не керек екенін, короче, в общем. Маған айтады да, типа, сен солай істе. Опять, да, предавание себя, да? Опять қулыққа басып, анау қылмасын бай, маған бай керек деп қайтадан анаған жабысу ше. Жоқ, ол бөлек шығып кеткен екен сонымен. Қазір вроде нормально дейді. Күлпаш, қош келдіңіз. Адам өзімен жұмыс жасау керек, күйеумен емес, күйеуге жабысу үшін емес, адам өзімен жұмыс жасау керек. Бірінші өздеріңмен жұмыс жасап алыңдар, сосын күйеулеріңді басқа обликта көресіңдер. Айтыңыз, Күлпаш, құрал айтып кетіріңіз, или кім сөйлейді? Мынау допуск керек болып жатыр ма, Айдош, саған? Жоқ. Не үшін керек ол еркек? Андай. Маған керек күйеуім ретінде. Не үшін керек күйеу саған? Күйеу ретінде. Мен оның қасында өзінің әйелі болып сезінгім келеді. Күйеу, әйел. Сен просто әйел. Сау қарым-қатынас, отбасы керек, жауап айтқанда. Күйеу керек, отбасы керек. Әйел болғым келеді. Түсіндім. Не үшін керек дедім сізге? Сізге керек па деп сұраған жоқпын мен. Не үшін керек деп сұрақ қойдым. Қай тесігіңді жамайын деп күйеуді қалап тұрсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Не надо затыкать свои боли мужем. Не надо. Вообще, я думаю, что никто никому ничего не должен. Айтыңыз, сумки, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Басым естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр, ханым, айтыңыз. Мен бұған енді кірген едім ше, қосылып кеттім ғой нечайно. Жарайды, шығара салайын ба? Бірақ менде ойымда мазалап жатқан сұрақтар көп. Значит, вы нечаянно деген нәрсе жоқ бұл өмірде. Случайно деген нәрсе жоқ, қыздар. Құдай көрсетіп қояды, Құдай қаратып қояды, Құдай естіртіп қояды ғой. Жо, мен сізді қанша уақыттан бері көріп жүрмін ғой, тек бүгінгі тақырыпты мен толық не етіп тұрған жоқпын да, қазір енді кірдім ғой. Мынау основной сендердің керектерің, қыздар. Күйеу осы үшін ғана керек сендерге. Болды. Осы үшін бәрін жасайсыздар. Проблема болып тұр ғой. Осы үшін сендер кетпейсіңдер. Мынау үшін. Потому что күйеу жоқ деген әйелді сен бірінші сен өзің шектетесің. Күйеу жоқ әйелдерді бірінші сен өзің итересің. Және сен сондай допусксыз қалғың келмейді. Сол үшін сен бәрін көнесің. Бәрін. Жоқ, анау үшін ғой деп өтірік көнің бәрі.
Хочешь, не хочешь, қоғам өзі соны сұрайды, қыздар. Соңки айта қойыңыз, сұрақ бар ма? дұрыс. Бізде де сол 5 жыл болды, 6 жыл болды ма отбасы құрғанымызға. Бала болмады бізде. Врачтар енді күйеуімнен деп айтты, мен сондары 2 көрсете бердім, 2 одағылар болмайды десе де, донор тап десе де, отбасымды сақтап қалайын деп бәрін істедім ғой. Өз-өзімді пышаққа аямадым ғой. Сөйтіп жүрген кезде Құдайға да недовольный болдым ба, неге бәрінде бала жоқ, менде болмай жатыр деп жүрген кезде астына ауырып қалдым. Бір тамшы ауа жетпей қатты қиналдым ғой. Ойбай деп Құдайдың берген сынағына көнбедім ба деп жүрген кезде, осы денсаулығыма шүкір деп, неге денсаулығымда қиналдым деп тағы недовольный болған кезде, уже Құдай күйеуімді алып кетіп барады уже. Просто енеммен де түсініспеушіліктер болды. Күйеуімді миллион-миллионға кредит батырады, ақшасын бәрін алып қояды. Менен кейін қайным бала шағасы бар. Оған басқаша сөйлейді, маған басқаша сөйлейді. Оларға ешқандай салмақ салмайды да, и бізге салмақ сала береді. Сонда біз ішпейміз, Блин. енді просто андай ғой. Әлі арпалысыватсың Мен сен. 4 ай ма мен бармай қойған едім, сонымен уже күйеуім ажырас деп айтқан ғой. Қайрат, қош келдіңіз. Сау болсын. Қош келді. Енді бұсы мен де ажырасқан адаммын. Сол қосылайық деген бұл енді. Күтіңіз ондай, иә? Күтіңізні адам айтып алсын, даусыңыз баса тұрайын. Аха, айта қой. Сөйтіп сонымен кейін қойшы деп оған да көндім дедім. Ақшасы да құрсын, мақұл болыпты, қателік менен кетсе мен ақ барып кешірім сұрай қояйын, отбасымды сақтап қалайын деп, короче, оған да көзім жұмдым ғой. Мақұл білгендерін істей берсін деп. Сөйткенім күйеуім уже поздно деді, бармай-ақ қой деді, уже керек емес деді. Мен 5 жыл күттім ғой, уже бала болмады ғой дейді. Ұрпағым болған қалайын дейді. Күйеуден болса қалай ұрпақ сүйеді ол? Ташкенттегі врачтарға шын бардық. Енді бір ешқайсымыз Құдай емеспіз ғой, алда не болатын бір Алла біледі. Алла ғой беруші. Маған қандай сұрақ? Маған керек емес ол әңгіменің бәрі, қыздар. Просто мен өз-өзімді кінәлап жатырмын да бұл жерде. Бұл жер кіріп отыратын андай жди меня сияқты, астарлы ақиқат сияқты программа емес, қыздар. Үйтіп айтқыларыңыз келетін болсам, мен психолог емессіз ба, тыңдамайсыз ба деп айтасыздар. Менің эфирім форматы ондай емес. Конкретно сұрақ қоясыз. Мен өзім керек болса, өзім сұрақ қойып ашып алам оны. Бүткіл өмірлеріңді 2,5 сағат айтып барып, содан кейін керек емес ол маған, қыздар. Мен ол үшін отырған жоқпын. Бопты, мен қояйыншы мақұл сұрағымды. Аха, сұрақ қойыңыздар. Негізі эфирдің форматы кіретін адамдар болып жатыр деп сұрап жатырмын да. Эфирға кіретін адамдар. Сіз мен тыңдамай жатырсыз ғой, сәк тыңдаңызшы. Сау болыңыз, е? Мынандай нервный қатындар тыңдамаймын, сразу. Қайрат, айтыңыз. Сендер менімен солай сөйлесіп жатсыңдар, жандарым-ау, сендер күйеуді не істемейсіңдер. Күйеуді не істемейсіңдер сендер, жаным-ау. Я так и узнаю вас. Сіздер бұлай сөйлесесіздер, сендер күйеуді подавно ата деп. Вообще керек емес сендер бұндай мінездерің күйеулеріңе. Айтыңыз, Қайрат. Мен сіздерге бір андай қор емеспін. Я вам не мать Тереза. У меня здесь не написано, ты заходи, я тебя послушаю деп тұрған жоқ. Я твои уши выливай мне деп тұрған жоқ бұл жерде. Бұл мынау тема тұр, бұл әшейін тема, бұл қармақ тема ғой. Понимаете, бірақ бұның астары өте күшті. Бұның астары терең. Болды, кім маған конкрет менде мынандай. Мен білмеймін, жүрек тыныштығын қалаймын, мен деп әйел кетіп қалып, мен қосылайын деп едім, или там осындай деп, маған бүткіл отырып алып, анаған барып жалып атсет, егер сіз ондай микрофонға басасыз дейді. Не, даусым басылып қалды ма, не? Не болды? Мен даусым естілмей жатыр ма, жазыңыздаршы. Есіліп тұр дейді. Жазыңыздаршы, есіліп тұр ма? Барлықтарыңызға есіліп тұр ма? Менің эфирімнің форматы ондай емес. Ты заходи, я тебе... Ты хочешь, чтобы я тебя послушала? Ты деньги заплати мне и приходи. Я тебя послушаю и не буду перебивать. А бұл же гостидің дауысы жоқ дейді, гости мақұл ғой. Понимаете? Ал бұл жерде конкретно сұрақ деп айтамын. Сұрақпен келе дәп
дәп-дәу қатынсыңдар ғой. Дәп-дәу қатын балашық. Ашынемеш, деп сөйлесіп отырсыңдар. 5 бала туып алған маткалар салып барған қатындар өшең. Сөйлеуді білмейсіңдер. Айдалада менімен сөйлесуді білмейсіздер. Балақсып ана аяқтан. Еме кім сені, туысың ба сенің өмірің танит. Маған керек емес сіздердің өмірлеріңіз. Хорошо? Неприятная женщина дейді. Аха, болды, все, я с вами согласна. Не надо меня любить. Не надо, қыздар, не любите меня, любите себя. Өздерің жақсы көрінші, мен не қыласыңдар? Ал өзін жақсы көрген адам бәрін жақсы көреді. Бәрін жақсы көреді. Любовь начинается с себя. Уважение начинается с себя, қыздар. Менің эфирімнің форматы ондай емес, не обижайтесь. Мен мына жерде бейшара ұқсап, бірақ ол форматтан да өтіп кеткен, мен басында жасағам ондай формат. Қатты ауыртады нені ше, ана айта алмайсың. Мен жаман көр деп айтады ма деп. Ол басында ол айтаптың бәрін баяғыда болса 5 жыл бұрын өтіп кеткен мен. Менің эфирім формат ондай емес, қыздар. Отырып, ал айтшы Гаухар, Жанар не? Деп. Мен ондай емес, мен мінезімде кеп тұрған жоқ қондай. Сіздерді бүйтіп отыратын, өзі болады сондай. Вы приходите ко мне за истиной, вы приходите ко мне за результатом. Пришли такие, нашли такое-то, да? Пошел у вас эмоциональный понос, и давай искать, да, этот туалет. Я вам не дам такой возможности. Сіз де біреудің әңгімесін тыңдамаңыз, сіз де біреуге айтпаңыз. Ешкімге керек емес сенің өмірің, ешкімге. Дәп-дәу қатынсыңдар ғой, бала туып, баяғы бір жеңгем ұқсап, байға көтің берген білесің, соны білмейсің бе деп. Сөйлесуді білмейсіңдер, күйеумен сөйлесуді білмейсіңдер. Күйеуді на раз-два келтіруге болады, на раз-два настройкасын келтіруге болады. Бүйтіп қалған күйеулердің бәрін жіңішкеретіп дегізуге болады. Никакой мужчина не устоит перед голосом женщины. Никакой мужчина не устоит перед взглядом женщины. Сенен взглядтарың бәрі өліп қалған ғой, бәрі бүйтіп тұр. Или қорқасыңдар бүйтіп. Деп қорқып тұрасыздар. Бүйтіп тұрсаш, бүйтіп көзді Құдай не берді саған? Сіздер сұлу болшы, мен сияқты көздерің бақыраймайды. Сұлулық жүректе адамдар. Адамдар деген қалай еді. Понимаете? Күйелеріңмен дұрыс сөйлесе алмайсыздар ма? Қаншама еркек жазып жатыр маған жекеге. Тың. Ешкім жазышсыншы мына жерде ер азаматтар отырған болса. Бірде-бір ер адам, әйел адамның несінен қылығынан өтіп кете алмаған. И соны сен ана любовницалар қолданады. Отырыңды сол, топас қатындар. Байларың беріп қойып, маткаларың жерге дейін салбырап, инкубатор құса бала туа беріп, отыр сосын жылап. Өздеріңе де қарасаңдар шешкішке, көз өшіп қалған, көздің бәрі балада міне. Міне, күйеу кетіп атыр. Вообще жоқ, жұмыс жоқ сіздерде. Дауыстарыңды жөндеңдер, күйеу келген кезде жан шаршадым. Жан сен көмегің, сен маған керексің, мен саған мұқтажым деш болды ғой, күйеу сенікі ғой. Дейді, дейді, сен үйтіп сұрамайсыңдар ғой. Я могу, я сама могу. Сен былай тұршы, өзім. Сен дұрыс істей алмайатсың деп, ана еркекті үйретіп кетесің. Не қылады еркек сені, не қылады? Не қылады еркек сені, ойбай, сен қатын не қылады, на него даже, на тебя даже не встанет у него. Түсінесіздер ма? Қой шол тәрбіштік дейді, болды, барыңдар. Айтыңыз, Әсемгүл, бір байларын таба алмайсыңдар. Сәлеметсіз бе? Сен жүресіңдер жабысып біреудің байына. Аптасына 2 рет кеп тұрсаң болды деп. Бай керек болмаса, онда жабыспаңдар біреудің байына да. Бай керек болмаса сендерге өз байларын жетістіріп алмайсыңдар. Еще біреудің байына жабысасыңдар ғой, ертең сендер ажырасып алып. Бәке кеп тұрсаңыз болды деп. Сен майыспаның өзің байыңа сөйтіп. Бізге бай керек емес, байы құрсын. Жазып жатсыздар ғой мына жерде. Жүресіңдер, 5 жылда, 3 жылда байсыз жүресіңдер, біреудің серігіне жабысасың. Кеп тұр шашен. Аптасына 2 рет келсең де жетеді деп сорлығатындар. Әсемгүл айта ғой. Сәлеметсіз бе? Жасым 27-де. Естіліп тұр ма? Айта ғой. Иә, менің жолдасым, күйеуім командировкаға барып келді. Және барғап келгеннен кейінгі маған отношениесі сөйлесіп жүрген кездегі командировка кеткен ұзақ уақытқа кетті, 5 ай көлемінде. Өте керемет болды. Білмеймін, мен ойыма да кіріп шықпақ
айтыпты негізі ондай жасайды деген измена. Негізі до этого сөйлескендердің изменасы болған, бірақ андай тұрақты түрде емес, қалай бір рет барып келетін, бірақ мен кетіп қалғанмын, ол кешірім сұраған, маған отбасы керек, мен енді қайталамаймын деп. Жақсы, енді 2 балам бар, сол үшін қосылдым. 2, бір қыз бір ұл. Сондықтан қосылдым, енді бірақ бәрі нормально болған сияқты болды. Кейін осы командировкадан келгеннен кейін соны білдім, телефон ашық жатыр екен, сосын қарай салған, сол сообщение тұр екен. Енді менің түсінбейтінім, оның отношениесі маған деген жақсы. Құшақтап, сүйіп, чувствосын айтып, маған отказ бермейді ештеңеден. Менде мысалы подозревать ететін ештеңе болған жоқ. Мен просто телефон жай қарай салайыншы, класстастармен жиналамыз деп отырған, соған айтып жатыр екен деп, соны қараймын дегенмін негізі. Енді мен түсінбеймін, егер ол жақсы көрсе, неге барады, егер жақсы көрмесе, онда неге маған жақсы көретін адам сияқты болады. Және мен енді маған ол жақсы ақша табады. Маған мысалы кетіп қалайын десем, балаларым жағдайын жасап отыр, мен жағдайым жасап отыр дегеніме отказ бермейді. Кетіп қалу маған невыгодно да, бір жағынан қарағанда. Мен ондай байды неге мен бере салам басқа біреуге деген сияқты. Иә. Енді бірақ мен оны на самом деле менімен не үшін жүр, мен никак түсіне алмадым. Енді не істерімді білмей отырмын. Тағы кешіретін болсам, мен өз-өзімді сатқан сияқты болып отырмын. Маған олай істей беруге болады, мен сонда отыра беремін осылай деген сияқты. Енді 2 ойлы болып жүрмін. Сұрақ қандай? Мен деген өзімнің не қалайтынымды білмей тұрмын. Қалай білуге болады? Мен мысалы қалатын болсам, Я это вижу. өзімді сатқан адам сияқты боламын. Маған олай істей беруге болады деген сияқты. Кетіп қалайын десем, енді барлық жағдайды істеп отыр. Маған деген отношениесі былай нормальный, енді білмеймін мен неге олай істеді, мен никак түсіне алмадым. Жақсы көретін адамның кейпін тыстың айтады, білмеймін, или маска киіп жүре ма бетіне, никак түсінбедім. Сіз сұрамаңыз, кім ол әйел деп? Жоқ, ол әйелдер деген андай бір рет барып келетін әйелдер ғой. Тұрақты түрде емес, андай как проститутки. Разницы нету. Главное, он зашел и вышел. Ну да, андай кім ол әйел дейтіндей андай, ол для него это не важно, но главное он андай барды болды келді, өзінің потребностін алды. Мен енді былай айта алмаймын. Что он с вами в постели не раскрепощен? Я Вы не так позволяете такой? Нет, наоборот, я открытая, я хочу много чего. Мен оған айттым, маған обычный керек емес, давай вот так делаем. Наоборот, мен андай слишком не сияқтымын. Раскрепощенная, Дима, ашық, мен наоборот, мен много чего хочу, я. Что-то не клеится, да, у вас что-то? Әңгіменің басы аяғы что-то сәйкес келмей жатыр. У них все хорошо, но изменяет. Или ты скрываешь что-то, или он притворяется. Лайк басып отырайықшы, лайк. Я подписка даже жасап. Мен соны түсінбей отырмын ғой. Мен вот я бірдеңе не то болса, вот маған айтшы, не то, что тебе не хватает. Мен мысалы өзімді в постели, мен шамалмын деп айта алмаймын, наоборот, ол кішкене оның конституциясы половой, наоборот, более спокойный сияқты көрінеді. Мен оны өзіне де айтып жүрдім. Ол жағынан келгенде. А былай енді в жизни отношениесі жақсы сияқты мен түсінбеймін. Или оған просто семья деген статус керек па, әйелі бар, баласы бар деген. Не знаю, честно. Надо открывать в терапии, не знаю. Что-то не клеится. Бәрі жақсы бізде, бәрі жақсы деген. Оны енді бір сөйлескенде негізі баяғыда мен оны аша алмаймын. Мен мысалы бір қарапайым нәрсеге де ұрсып қаласың ғой, енді күнделікті өмірде. Давай отырып шешейік деп айтамын ғой мен оған. Ол ондай проблемадан қашады. Және де осы мынандай измена, басқа қызбен мысалы сөйлесу бірдеңе болса, ол білмеймін, андай менен қашады. Өзін кінәлі сезіне ма менің алдымда. Андай изменой қаша ма? Измена дегенде айтып тұрмын ғой, оған дейін қайталанды болған нәрсе негізі ол жағдайға дейін. Бірақ мен кетіп қалған кезде... Оған дейін сізден қашады не? Жоқ, оған дейін сөйлесулер болды. Кім сөйлесіп жатыр? Түсінбедім, кіммен сөйлесіп жатыр? Бұл бірінші измена емес деген ғой, түсіндіңіз бе? Бұл бірінші измена емес. Ну, это понятно ғой, бір измена болғаннан кейін болатыны.
уже. мен Айттым ғой білмеймін бағана, мен видеоларымды қараңыздаршы, ол бір рет Марсқа барып ұшып келген адам травма алып келмейді, ол рахаттанып келеді. Әйелі, оны ана әйелдер травма неге ұшырып жіберді ғой Марсқа. 2 күннен кейін үйлерінің төбелеріне қонады деп айттым ол ғой. сонда неге өзінің мысалы қалауын ашық айта алмайды? Марсқа ұшырмайды да Что-то- біреу үйде просто, Марсқа ұшырмайды да я. Что-то у тебя не то деп. А он сам, наоборот, если мен айтамын, давай былай істейік, мен айтып тұрмын ғой. Мен, наоборот, мен оған нететін сияқтымын. Самооценкасын түсіремін ба білмеймін да. Ол, наоборот, ондайды қаламайтын сияқты істейді маған, как будто. Өзін солай көрсетеді. Сосын не істейсіз? Лапылдап өшіп қаласыз ба? А вот в это время вы для чего вступаете с ним в контакт? Потому что вы это хотите или потому что это нужно? Вы про половые отношения? Да. Я этого хочу. Потому что не все же женщины Я хочу, я много хочу. Не из-за своего желания, а для галочки. Так, сегодня постирала, помыла, так, детей уложила, кушать сделала, так, еще этот секс, для галочки, да, не для любви. Нет, наоборот, мне кажется, я его заставляю иногда, когда даже он устал. Я его... Значит, у него нету, да, влеченности, да, в вашу сторону? Нет, он просто допоздна работает, иногда приходит уставшим в то время, а так он сам хочет, да, конечно. От секса никто не уставал, Ну, он по по сменам работает. Я не скажу, что он отказывает мне. Өлмейді, олар секстен өлмейді ғой ше. Жоқ, мен бүгін демейді ғой. Вот ұйықтамауы мүмкін, но ананы жасайды ғой. Ол бізде, мысалы, в день 5 раз как минимум будет. Бар. 5 раз как минимум дейді? Да, есть. Нет, в плане секса у нас, мне кажется, нет проблем. Мне кажется, что-то моральное, что-то ему не Қанша бала хватает. бар? 2 детей. Им уже маленькому 4 годика. А когда вы 5 раз этим занимаетесь, где дети? Ну, дети спят ночью. Или в садике, в школе. Не знаю, Асем больше не имеет. Честно, не знаю. Жарқынай, айта қойшы. Не знаю, если все хорошо. Болды, все хорошо болса, болды. Вы так рассказываете, как будто сказку аха рассказывает, аха. Муж там погулял 1500 раз, ол. У нас все... Айттым ғой мен сізге бүгін видео салдым ғой. Әйелдер ақтап алады күйеулерін. Иллюзия кетіп қалады. У нас 5 раз секс. Деп, көргісі келмейді ана проблеманы ше. Дейді, анақта боль, не ұмытып кетті олар. Они не хотят с этим жить. Они не хотят это видеть. А потом уже кейін, когда 1045 раз мына жерге я тебе изменял деген клеймо қойған кезде, оно-то больно уже. Сол кезде барып көз ашылады. Ну, прям сені судьба сама заставит, поверьте вам, глаза открывать будет. Айта ғой, жизненные истории. Саламатсыз ба? Мен нені түсінбедім ау деймін, жаңағы теманы түсінбей кіріп кеттім ау деймін. Кешіріңіз. Кешірдім. Айс, айта ғой. Ойбай, қосылмапты. Вообще әңгімелер сәйкес келіп тұрған жоқ. Пять раз болса ол немене біле ол изменять ете беретін. В день ба дейді, в день. Түсінбедім дейді. Күйеу ол допуск, күйеу ол пропуск. Сіздерге бұл қоғамда бағалы болу үшін, бір нәрсеге жету үшін сіздің күйеуіңіз болу керек. Понимаете? Вот как диплом керек деген сияқты, күйеуің деген сияқты болу керек. Понимаете? Түсініп тұрсыздар ма? И және ол дипломсыз, сізді ол допусксыз, сізді ешкім қабылдамайды. Барған жеріңге түртпектейді, сізді итереді, сізді жақтырмайды, сізге қарамайды.
Сен байға тимесең, тіпті туған шешең сені түртпектейтін болады. Себебі сенде мына допуск жоқ. Сен қоғамға кіре алмай қалатын болдың ғой деп, мамамыз бірінші бастайтын болады. Айналамыздағы ағаларымыз, көршіміз бізге біртүрлі қарайтын болады. Ну, че-то оқымаған ба деген сияқты. Біз қараймыз ғой біреуін, топасыз ба деген сияқты. Тура солай сенің күйеуің жоқ болса қасыңда, сенің айналаңдағы адамдар саған өздері біртүрлі қарайды. И біз просто сол диплом үшін тиіп кетеміз ғой. Любой серікке. Замир, айтыңыз. Понимаете? Любой серік болсын, берік болсын тиіп кете береміз ғой. Еще ажырамаймыз ғой, ажырамаймыз. Потому что үйге келген кезде маманың сөз жаманда. Үйге келген кезде қоғам бізді таламайды. Бізді қоғам дегеніміз ол біздің мамамыз, біздің ағамыз, жеңгеміз, әпкеміз, сіңіліміз бізді ең бірінші өсектейтін. Ең бірінші өсек осы өзіміздің айналамыздағы адамдардан шығады. Түсінесіздер ма? Ел деген ол біздің мамамыз, папамыз. Ел деген ол біздің бауырларымыз. Сатпаев көшесінде тұратын дядь Сергейға сен нахрен керек емессің. Мысалы, елді битіп алатын болсақ. Ал айта ғой жүрекше. Сәлеметсіз ба? Мен сұрағым сізге, көбінесе сұрақ сұрап отырсыз ғой. Жолдасым айтып едім алдында измена жасады деп, өзімден 10 жас кіші, 4 баламен тұрмысқа шыққан, 5 жыл болды деп. Сол келіншекпін ғой. Қазір осы кезде қайын сіңлілерімнің көзқарасы маған өзгеріп кетті. Датова бетіме басады. Біз сені қабылдамағанбыз, сені Бекзат ағамнан басқа ешкім қабылдамаған деп. Қайын сіңлім менің баламменен жасты. Бірақ жолдасым мен жақта, меніменен қасымда, меніменен бірге. Бірақ кәдімгідей балаларымды бөліп, өзімнің бетіме басып, білмеймін, басым қатып кетті бар ғой, ана үсті-үстіне болып кетеді ғой бірдеңе. Шын не істесем болады? Ана жеке өмір жоқ, өзіңізге үңілмейсіз, сезімдеріңіз танымайсыз. Адам өзін танымаған кезде сыртқы әлеммен күресе бастайды ғой. Енесін жөндегісі келеді, атасын жөндегісі келеді, көршісін, абысын, бәрін жөндегісі келеді ғой, потому что ол өзін танымайды да. Егер адам өзін танитын болса, ол сыртқы әлеммен күреспейді, қыздар. Жоқ, мен ол кісілердің бәріне ешқандай нем жоқ. Тек қана қайын сіңлім. Тек қана бетіме басып, білмеймін маған. Сол кезде атыңыз кім сіздің? Тұрсынай. Тұрсынай, не істеу керек? Бұл әлемде бәрі сізді жақсы көру керек па? Жоқ, жақсы көрмейтін адам болмау керек па? Сол қыздың көзқарасы өзгеріп кетті. Бұл жерде. Мен өткенде сіздерге мына жерде сөз үйреттім ғой. Маған поқ деген сөзді үйреніп ал болды. Тем более күйеуің сөйлеп тұрса, сөзің сөйлеп тұрса. Я, күйеуім айтады, маған похуй деп жүре бер дейді. Мен айтам, бетіме датова батып басып атса, қайтып похуй деп жүре берем. Душты жаба тұрайын, баламды шомылдырып алайыншы десең, маған похуй деп тұрып шығып кетеді. Мына жындама деймін. Мені жаба тұрайын дейді, түсінбеймін. Короче, баламды шомылдырайыншы дедім. Кеше оның туған күні болатын болған. Баламды шомылдырып алайын, 2 жаста ғой. Душтың есігін жаба тұрайын, я, Арука деп сөйттім мен. Ешқандай аты жөні жоқ, айшай жоқ, сөйтіп едім. Маған похуй дейді да шығып кетеді. Сонымен ана жерден жасы? Жасы қаншада? 19-да. Балам менен жасты. Еще мен айтам, ой, бопты енді жолдасымның көңілі қош, үндемей ақ қояйын деген басында. Сөйтсем қарасам ананы жоқ па не? Ау? Неге сіз ол отношениясы маған дұрыс емес деп жабысып тұрсыз? Не істеу керек ол сіз? Сүйіп жүру керек па? Азанда сізге еңкейіп тұру керек па? Сізді Хөрем Сұлтан құсап күтіп алу керек па? Мен оған айттым ғой. Не болды бұндай? Ешкім жай эфир ғой. Не эфир? Әйел адамдар сөйлесетін. Чапшы. Вот мен оған айттым ғой, неге бұндай болды, Арука, мен саған не істеп қойдым? Мен жай сөзбен айтып жатырмын, тыныштық па деп сөйтсем, ол айтады маған. Вообще маған сөйлемей ақ қойың дейді. Бір үйде жүріп, қалай сөйлемейсің оған? Дұрыс айтады. Почему вы нарушаете ее покой? Вот сөйлеме деді, сөйлемесе болды.
осы нәрсе ол наоборот мен қыздарыма тыныштық бермей жатыр ғой, көрдіңіз бе? Сұрақтарын сұрашы. Не керек саған шешең әлі? Микрофон өшіп тұр ма? Құрсын. айтайын ба? не айтқыңыз келіп тұр? Мен қосып тұрмын ба? Иә. Мына жерде жолдасым жатыр да. Қосыл сізден сұра дейді, ақыл кеңес деп. Рахмет. Ұрысып қала береміз да. Енді ұрыстың басты себебі жұмыс істемейді, жатады үйде. Бұл шындық. Айтатын сөзім бәрі шеше намы, қотақпас, бір нәрсе деген жаман сөздер. Сосын андай да, мысалға мен өзім Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасаймын. Одан Евразийскийда докторантурада оқимын. Ол жақта сағатым бар. Сөйтіп барлық жерде жұмыс жасаймын. Балалардың сабағын оқытамын, киімі, тамақ, услуга, бүкіл нәрсе менің мойнымда да. Сосын айтады, ақшанды қайда жіберіп жатсың? Үйіңе жіберіп жатсың ба, шешеңіз кейін, ақшаны маған бер, мен жұмсау керекпін. Андай да, мысалы тапқан ақшанды соған беріп, сосын барып, маған жолға 90 теңге бер, жолға 110 теңге бер, нанға ақша бер деп сөйтіп отыруым керек та. Сонымен, енді айтам да, енді мен Үйде холодильникті кім толтырады? алып келеді арасында, көбіне мен. Не үшін күйеуге помогаете? Вот соны айтып түсіндіре алмаймын да, айтамын, сіз жұмыс мысалға қоясашы, атың кім сен? Жанат, сен оны қоясашы, мен саған айтып тұрмын. Холодильник кім толтырады? айттым ғой, алып келеді арасында ақшасы Ал болған кім кезде. толтыру керек негізі? Күйеу толтыру керек қой енді. Если күйеу алып келмесе не істеу керек? Білмеймін уже, менде ешқандай амал жоқ, сосын өзім алып Күйеу алып келген жоқ да, мысалға. Күйеу алып келмейді, жұмыс істеп жатқан жоқ. Не істеу керек холодильникте? Соның не істеу керек бала шағаларыңызбен бірге? Сол күйеу жұмыс жасау үшін. Білмеймін, не істеу керек екен. Холодильникте тамақ көтін айыру керек дейді. Ойбай. Қыздар, күйеудің көтін тек төсекте айырамыз, басқа жақта айырмаңдар. Аш отыру керек, Жанат. Аш отыру керек. Ол аш отырсақ, мен тамақ жоқ десе, ақшаның бәрін шешеңіз кейін, шешең амыз кейін, қайда құртып атсын, шешеңе беріп атсын ба, бүйтіп атсын ба деп сөйтіп шығады да. Не істеп, не боқтайтын айтпай қойсаңыз да біз білеміз, сіз сияқты әйелге енді басқаша сөйлесе алмайды енді ол. Енді қараңыз. Оқығансыз ғой өйткені, сіз өте докторантураны бітіргенсіз. Ана мәз болып отырсыз сөйтіп айтқанға. Сіз докторантураны оқығансыз ғой, сіз не істеу керек енді басқа? Сіз өзіңізді анадан жоғары санайсыз ғой. Уже содан бастадыңыз. Маған керек емес мына жерде мыңғатын не істеп. Докторантурада істейсің ба сен? Пинтерестте істейсің ба? Маған бәрібір. Сіз отбасыға келдіңіз ба? Біреуіңіз әйел, біреуіңіз күйеу болды, неважно. Кем и где работает. Біз не туралы сөйлесеміз? Статус туралы ма, жоқ отбасылық өмір туралы ма? Жоқ, отбасылық өмір болғанда енді ол... Онда әйелдік рөліңізді айтайық, әйелдік рөліңізді. Әйелдік рөлге келгенде, мысалға, уже мен әйел емес, Жанат, күйеуге көмектесуді қайдан шығардың? Кімнен көрдің? Күйеуге көмектескенді, мысалға, ол пенсияға шықты, сосын жұмысқа шықпай жатып алды. Пенсиясы бар ғой, неге айтасыз ақшасы жоқ деп? Жоқ, енді пенсия 200 мың Астанада ақша емес қой. Нормально. Ипотекамыз 350 мың. Қаншама кредиттер бар, 200 мың мен бала-шаға, 3 бала-шаға киіндіру, тамақ. Это не твои проблемы. Жоқ, мен мысалға солай не мои проблемы деп мен декретте үйде жаттым. Қарыздан қарыз, сосын айтатын сөзім бар, сен кінәлі, сенің пейілің, сосын жұмысқа шықтым, амал жоқ. Дұрыс айтады, сен пейілің. Дұрыс айтады. Мәз болып отыр, Мәз болып отыр дейді қыздар. Сол кезде маған эфирға кіріп, сендер күйеулерің тәпит ету үшін кіресіңдер ма? Вы просто не попали, да? Это не тот эфир. В моем эфире никто не виноват. Я вас вывожу на результат. Каждый выходит. Келеді әйелдер, маған ақшасын төлейді да, терапияға келеді. Отырады да, серігін жамандағысы келеді да, бетпше.
әлі айтып жатыр, ол бүйтеді. Жоқ, ол ішеді, ол баяғыдан ішеді. Оның артында не тұр? Мен умныймын, мен докторантура оқығам да мен. Мен Жоқ, бәрін ол білген нәрсе тұр да. Ол да сөйтіп айтады да. Сосын Құдай осындай жұмыс істемейтін күйеу береді, арақ ішетін күйеу береді, жүретін күйеу береді. Қалай? десе мен енді жұмыс істемей жатайын ба үйде? Әйелдің эгосын басу үшін. Жоқ, жұмыс істемей жатайын ба сіздің ойыңызша? Сіздің жұмысыңыз, ол сіздің жұмысыңыз. Сіздің жұмысыңыз әйелдік образыңызға мешать етпеу керек. А еркектің жұмыс дегені күйеудің образына кіреді, бірден кіреді ол. Ал Мен әйелдің образына кірмейді. әйелдік образым қалай болу керек сонда? Быть покорной мужу? Опять Жоқ, скажу, енді повторюсь, быть покорной мужу – это не целовать ему ножки. Это его уважать. Уважать в своих глазах. Ты ему своими же глазами показываешь, что ты его ненавидишь, или ты его боишься, или ты его превосходишь. Ол көзден білініп тұрады. Ғашық әйелді бірден көруге болады. Өзін жақсы көрмейтін әйелді бірден көруге болады. Күйеуге бағыну дегенде аты жаманда, бірақ ол жерде күйеуді тұлға ретінде көру деген көбінесе тұр да. Ойбай, ол күйеу керек. Осы тыныш болсын деген ол күйеуге возможность беру да, кішкене басыңа шығуға ше. Это две разные вещи. Но мужчину уважать нужно. жоқ, я уважала да, но уже өзінің жоқ, бүкіл мысалға тапқанын бәрін бердім, уважала, уже андай пикқа жетті да, қалай уже невозможно болып кетті. Мен уважала кезінде бүкіл тапқанымды бердім. Мысалға маған айтады да қазір кет үйден, бұл біздің үй деп. Мысалға, ой, менің үйім. А до этого мысалға мен тапқаным сол басқа расходтарды покрывала, ол үйге собирала деген сияқты да. А в конце оныкі болады деген сияқты мысалға. Қорқасың иә жоғалтып алуға иә күйеуіңде? Жоқ, қорықпаймын, кетсе рахмет айтам. Просто бала шаға деп отырмыз ғой. Ешқандай қорқыныш жоқ. Вот видишь, он это знает, что ты его не уважаешь, он знает это. И поэтому ол сенің эгоңды түсіру үшін солай сөйлейді ол сен. Қуат, не қуат, түс деп тұр сізде. Арақ ішетін, осындай күйеулер боқтағыш әйелдер сіздерді, еркек сіздердің эголарыңыз сындырғысы келіп тұр. Он вам не враг, он хочет, чтобы вы выросли как женщина, знаете. Әйелі лудамандар, мен сіздерге сол үшін, күйеу лудамандар, мен сіздерге сол үшін айтам, психологқа барыңыздар. Там стоит ваше эго. Не мужчина, а стоит ваше эго. Ол сынақ сізге келді. Жоқ, менде ондай жоқ, мен айтам, жұмыс істемей ақ үйде де отыра беремін, сіз если бүкіл расходты покрывать етсеңіз. Полстовкаға да шығам. Маған это балаларды өзім ақтасым. Жоқ, не знаю, қалай айтуға болады. Мен оған прям келіп ничего не стоит. С мужчиной договориться вообще ничего не стоит. Артық та сөйлемеймін, оған намысына тиетін сөздер айтпаймын, еш нәрсе деймін. Өзі келіп бастайды. Чисто келем, тамағымды істеймін. Что-то делаете неправильно, Жанат, вы меня слышите? В любом случае вы что-то делаете неправильно. Егер бір нәрсе дұрыс жазсаңыз, бұндай проблема болмаушы еді. Лайк басып отырайықшы, лайк. Лайк басып отырайық, басқа адамдардың кіруіне себепші. Эго сындырдым ғой дейді. Дилора, айтыңыз. Мен сізге әдемі ответ бердім деп ойлаймын, но вы меня не слушаете. Жанат, что мне неприятно, что вы меня не слушаете. И мужа вы своего не слышите. Он вам говорит что-то, а вы говорите, шеше намысыгин айтып жатыр, только шеше намысыгин слышите. А до этого что он говорит, после этого что он говорит, вы это не слышите. Твоя деда, понимаете? Что он говорит? Маған айтады, тапқан ақшаның бәрін маған бер, мен өзім білем қайда жұмсаймын. Но ақшаны бересің, жоқ қылып жібереді да, басқа нәрсеге жұмсайды. А мен балаларды оқытуым керек деген сияқты ғой. Мен балаларды оқуына жұмсауым керек. Балаларды оқыту сіздің проблемаңыз емес, күйеудің проблемасы.
енді амал жоқ біздің проблема болып кетті ғой енді бүкіл қазақ мысалға Болды енді қазақстанда жүре беріңдер, маған не дейсіңдер енді? Давай. қараңызшы мысалға шетел Болсаңдар күйеулеріңді, если выбираете не уважать своего мужчину, все, ты зашла такая, да, вот, болды ол кінәлі дейді да әйелдер. Жоқ, ол одан ғой, не үшін? Ол жұмыс істемейді, ол ішеді. И болды. И люди, вот эти эгоист қатындар говорят, ой, как раз, бля, ну жұмыс істемей жатыр, мына еркекті басыну керек дейді. Понимаете? Но еркек ішіп алды ма, болды. Вы получаете такое право. Вы такое право получаете. Қандай? Анаған қарсы шығу деген ше. Мына сендер осы нәрседен құтылғыларың келмейді. Әдемі кетті да, жұмыс істемегені, ішкені, жүргені, ұлдаман болған ше. Ой, әдемі түсті ше. Мынау арақ ішетін әйелдер, мынау күйеу арақ ішетіндер бүйтіп қарайды күйеулеріне. Танып тұрсыңдар ма мамаларыңды, жеңгелеріңді, ағаларыңды, әпкелеріңді? Все, вот этого мужчине увидите все. Ну просто, если ты не хочешь его, не живи, да, с ним. Но если ты живешь, значит, мәміле жасау керек, қыздар. Ол жұмыс істемей жатқан болса, значит, ол жұмыс істемесін, жатсын. Бір 6 ай жатсын жұмыс істемей. 6 айдан кейін все, көтін қуып, жұмысқа жібересіздер. Холодильник наполнять етуді қоямыз. Дилора, айтасың ба? Ваше неуважение к мужчине сіздердің түрлеріңізде субтитр болып жазылып тұр. Понимаете? И никогда күйеудің көзінше менің балам деп сөйлеуге болмайды, қыздар. Никогда. Күйеу отырған жерде менің балам, менің балаларымды оқыту керек. Менің балаларым ашық қалды деп сөйлеуге болмайды. Болмайды. Күйеу отырма, сенің балаң болды. Сендер осылай күйеулеріңізді қарсы қойасыздар өздеріңізге. Бұл менің балам. Мен баламды ұйықтатып жатырмын. Мына осылай. Вы уже его от детей уже отличаете. Вы его ставите отдельно. Того ставите отдельно. Нет. Егер үйтіп бір команда болмайтын болсаңыздар, үйтіп қинамаңыздар бір-бірлеріңізді. Я, ол сенен айлық сұрап отқан, мен түсініп тұрмын мен қазір. Ол емес қазір сене главный проблема. Пилора айта ғой. Проблема у вас коммуникация. Айта ғой. Үндемей отыратын адамдар ұнамайды маған, иә? Саламатсыз ба? Мен андай жалғыз баламен тұратын едім да. Со ата-енемен уже 10 жылдай болып тұрғанымызға енді бөлек шыққым келіп жүрші, уже не мажу. Не істесе болады? Неге бөлек шыққыңыз келеді? Білмеймін, өзім андай еркін жүре алмаймын ояқта ше. Бәрібір андай білмеймін, қысылам, ана бір зат алсам да тығып кірем. Киім киін алмайсың нормально. Балалар жалғыз болмаса да ата-енесімен тұратындар солай жүреді бәрі. Рұқсатымен жүреді, сол адамдардың тыныштығы бірінші орында тұрады. Но сен бөлек шығам деп ойлама, сен біреудің бүкіл әлемін алып кетіп баратсың да қазір. Жалғыз бала. Ол бір үйдің емес, ол бүкіл әлемнің үмітін ақтап отырған бала да ол. Понимаете? Сіз күйеуіңіз жалғыз бала, сіз оны түсінуге тырысыңыз. Сіздер оны сынамаңыздар, сіздер оны түсінуге тырысыңыз. Жалғыз баласы бар әйелді түсінуге тырысыңыздар, тоже қыздар. Жоқ, андай еще енемді қызғанады ғой баласын, кәдімгі білдіртеді. Со еще мені жамандайды екен баласына оқып қойдым да андай сообщенияларынша. Есейтпейді. Иә. Мен осының алдында бір лайфхак айтқам. Кімде күйеумен үйде проблема, сразу күйеуді аламыз да спальныйға тасимыз. Сразу. Ол еще андай компьютер ойын ойнайды көбінесе. Кто көрсетесің да? Кто есть кто. У кого-то есть сиська, у кого-то есть писька. Все, проблема решена. Но бір кісілер оны шешкісі келмейді.
Если она там доказывает, что она его мама, а ты там в постели доказываешь, что ты его жена. Че, қатты мамаң сөйлеп қоясың ба, не сөзін? Қатты бүйтіп қоясың ба деп. Ой, блин, они страшные люди. Каз. Болды, рахмет. Жақсы. Кинолағы дейді. Не ол кинолағы деген, Нұрбақыт? Қалай шығып кетеді екен? Икс бас кетесіз. Рахмет. Рахмет, бүгін адам. Тоқта, отключиться. Изяным. Рахмет деп қояды. Қыздар түсініңіздер ма? Бізде әйелдік эго бар. Әйелдік эго бар. Сол әйелдік эго күйеуді сондай жоғарыға қойып тастайды. Сол әйелдік эго күйеуінің аяғына өзін таптатып жібереді. Ол әйелдік эго. Фух, кім мынау маған? Мен докторантура, магистратурам бітіргенде кім әңгіме содан бастайды? Күйеуін сыйламайтындар солай бастайды. Мен негізі папам КМБТ істеген, осы ол любой адамға сөйтіп преподносить етеді өзін. Любой. Мына мен негізі деп айтады. Мен мынандаймын, содан кейін айтады. Мынау далбойып жұмыс жасамайды. Анақта далбойып деген сөзді ғана қоспады, қалған бәрін айтты. Түсінетін адам үшін ол солай болды да. Түсініп тұрсыздар ма? И әйелдер де солай сөйлейді. Мына әйелдік сіздер эголарыңызбен жұмыс жасайтын болсаңыздар, бүткіл әурелеріңіз өзіңіз болатын едіңіздер. Бүткіл әуре, адам өзімен ғана әуре болу керек. Өзін қалай дамытсам екен, мынаны қалай кешірсем екен, папамның ана қылығын қалай кешірсем. Сенің ойыңда 1000 ой бар. Сенің бүгінгі күйеуіңмен болып жатқан проблема, ол бүгінгі проблема. Соңғы проблема ол. Оның алдында да 1045 ойлар бар сіздерде. Түсініп тұрсыздар ма? Қоя тұр сен ол. Күйеумен алысуды бүгін қоя тұр. Сен өзіңмен айналыс. Өзіңмен. Пока ажыраспа, қоя тұр. Сол үшін айтам, қыздар өздерімен жұмыс жасап алыңдаршы, ажыраспай тұрыңдаршы. Ажырасып кетіп қалады қыздар, басып кетем, өзім тұрамын. А сөйтсе қоғам оны қабылдамайды екен. Ешкімге ол керек емес екен. Сендер байларыңнан басқа ешкімге керек емессің, сен де сенің балаң да керек емес. Әсетесі жоқ, мен қазір былай шығам, мен любой еркек алады. Алады. Балаң не алады ол сен? Ну, жақсы еркектер де бар, жаман шығар болмайды. Но сен именно тағы бір далбайып тауып аласың ол. Сол үшін адам өзімен жұмыс жасау керек. Өздеріңіздің орталарыңызда болыңыз. Сіз күйеуіңізге керексіз, күйеуіңіз сізге ғана керек болды. Понимаете? Бірақ сіз осы үндемесінші, осы тыныш болсыншы деген іште бір корысти оянады да. Түсінесіздер ма? И сол нәрсе ертең сіздерге қарсы ойнайды. Не үшін? Себебі ниет түзу емес сіздерде. Ауызды жабу керек, мен айту. Ал күйеулер өте қатты жақсы көреді, когда оның жаңағы келіншегі или любой вообще басқа біреу болсын, өзін жақсы көрген әйелді жақсы көреді. Өзін жақсы көрген әйел ол бәрін жақсы көреді, қыздар. Өзіңді жақсы көру, күйеуіңді жек көру, мамаң жек көру, балаңды жек көру емес. Мен сол үшін айтам, қыздар, әйелдер өздеріңізбен жұмыс жасаңыздаршы. Әйел адам ең бірінші өзімен жұмыс жасайтын болса, ол күйеуіне деген құрмет артады, оның өзіне деген құрмет артады. Ол семен анау-мынау піч-піч әңгімеге түспейді ол. Оның ол энергиясын сақтайды ол. Баймен алысқысы келеді ғой бұлар, баймен. Байды өзгерткісі келеді ғой, жазып жатыр мына жерге де қатындар. Жоқ, негізі ол ішеді. Ол баяғыдан ішеді. А күйеуін көрген кезде бана айттым ол қандай өзгелет болады, бірақ кешке қарай жатады да бүйтше. Бүйтіп күннің жаңа жарқыратып тұрып көрсетіп тұрып береді да сол байға ше. Бірақ туады еше одан. Туады да. Сендер өздерің сырттарынан көріп жүрсіңдер ма? Өздеріңіз қараңдаршы кішкене. Деп қарайсың да сол байдың әкеген жаман ақшасын жаратасың ғой сен еще. Ол жерде кімге қарау керек сөйтіп айтыңдаршы. Саған қарау керек деп ойлаймын мен. Ол жерде күйеудің жағдайы нашар емес, сенің жағдайың нашар. Ну прям вы стоите да друг друга. Ну ты прям стоишь да такого мужа. Мен сіздерге қазір әңгімені сырттан, алыстан әкеп түсіндіріп беріп жатырмын. Алыстан, қыздар.
сіздер айтасыздар жоқ осы жаңа біреу жазып беріпті мен күйеуімді өзгертіп бересіз ба деп жазып жіберіпті. Иә қазір мен ақшасын төлесем дейді сізге дейді күйеуімді өзгертіп бересіз ба дейді. Прикинь, өзінде бәрі жақсы, өзінің бәрін түгендеп қойған ол қатын. Өйткені ол докторантура оқиды да я. Бірақ 5 бала туып алған одан. Деп қарап жүріп ше байына. Көтің беріп атқан кезде сол байға. Неге сол кезде сөйтіп қарап тұрмадың сен оған? Міне, бұл нәрсе әйелдің эгосын сындыру үшін келеді. Айбай шашым. Мақұл, ешкім сұрағы жоқ па, мен қоямын. Телефонды қоямын, сұрақтарыңыз жоқ болса. Сұрақ қойық шақа конкретно қыздар керек емес мана бір ұзын әңгіме алып келмеңдер, конкретно достойный сұрақ қойыңдаршы. Супер, Данислав дейді. Мерует, қош келдіңіз. Оля, саламатсыз ба? Басылып кетті байқамай. Негізі айтқандарыңыздың бәрі дұрыс қой. Ой елегінен өткізген адамға. Бәрін түсініп отырмын. Jüri? Bugün ömrüme kim yedi o? Hepsini geledi mi? Bilmeyeyim.